Баршаңызға қайырлы күн достар. Бүгін өте дәмді шоколадты торт, вупипай тортын жасайтын боламыз. Жасалу жолы өте оңай және өте жеңіл жасалатын шоколадты торттардың бірі. Вупипай тортын пісіру үшін шоколад, темный шоколад, жұмыртқа, қант, сары май бөлме температурасындағы және ұн, разрыхлитель, какао. Барлық ингредиентті төмендегі видеоның астына жазып қоямын. Ең алдымен шоколадты сары маймен микроволновкада ерітіп аламыз. Не болмаса, водяной баняда ерітіп алуға болады. Жұмыртқаны қант, сосын шым-шым тұз. Осы үшеуін миксердің баяуынан бастап біртіндеп көтеріп отырып, аппақ масса болғанша миксерлейміз. Тесто міне осындай аппақ болды. Осыған микроволновкада ерітілген темный шоколад пен сары майды қосамыз. Тағы жайлап миксерлеп аламыз. Кейін ұн, разрыхлитель, какао. Осы үшеуін електен өткізілген міндетті түрде. Осыны біртіндеп қосып отырамыз. Қамыр илейміз. Жан жағында қалқаған ұнды өстіп лопатканың көмегімен түсіреміз. Біздің қамыр, вупипайдың қамыры дайын болды. 4 бөлікке бөліп, қысып тұрған духовкада 180 градуста пісіріп аламыз. Қамырды бірде 4 бөлікке бөліп алып, осылай дөңгелектің бойымен алдынан оға дайындалып алған пергаментке өстіп біркелкі қылып жағып шығамыз. Енді видеода көрсетілгендей кондитерский қапшыққа кремдарыңызды салып, осылай шариктар жасап шығасыздар. Ортасына шариктар жасап қажет емес. Өстіп барлық корждарды жасап шығасыздар. Енді шоколадты ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколад пен сливкиді екеуін микроволновкада ерітіп алып, қою ганаш жасап, бетіне біркелкі қылып торттың бетіне жағып шығамыз. Торттың бетін өз қалауларыңыз бойынша әсемдеуге болады.
шоколадпен, жеміс жидекпен, болмаса шоколадпен жазу жазуға болады. Ал міне достар, біздің Whoopie Pie тортымыз дайын болды. Өте әдемі, ең бастысы өте дәмді болып шығады. Егер мен видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Баршаңызға сәттілік.